Саламатсыздар ма? Вебинарға қатысушылар, қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің вебинарымыздың тақырыбы Infalessing KZ маркетплейсі модерациядан өту және материалдардың сапа критерийі тақырыбында болады. Мен өзім таныстырып кетсем, мен Миқожаева Сандуғаш, Infalessing KZ маркетплейсінің менеджер әдіскерімін. Технология и образования жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің модераторымын. Ақпараттық жүйелер мамандығы бойынша техникалық ғылымдар магистрімін. Білім саласында 20 жылдық еңбек өтілім бар, арнайы пәндер оқытушысымын. Бүгінгі біздің вебинарда біз не үйренеміз? Бүгін біз вебинарда Infalessing KZ маркетплейсінің модерациясының кезеңдерін білеміз. Материалдарда қандай сапа критерийлері қолданылатынын үйренеміз. Модераторлар материалдарды тексеру кезінде неге назар аударатынын білеміз. Және де сіздің өз еңбегіңіз қалай табыс көзіне айнала алатындығын, яғни әдістемелік материалдардан монетизациялауын білеміз. Infalessing KZ маркетплейсінде модерацияның 4 кезеңі бар. Ең бірінші не істейсіздер? Ең алғашқы сіздер материалды жүктейсіздер. Ол үшін бірінші Infalessing KZ сайтында өз жеке кабинеттеріңізге кіресіздер. Жоғары жақта материалды қосу, маркетплейске деп таңдайсыздар. Алдарыңызда әдістемелік әзірлемені маркетплейске қосудың терезесі шығады. 7 кезеңнен өтіп материалды сайтқа жүктейсіздер. Материалдарыңыз сайтқа жүктелгеннен кейін ол модерациялық тексеріске түседі. Бұл кезеңде біздің модераторлар материалдарға қойылатын сапа критерийлері бойынша материалдарды толық қарап шығады. Мысалы, авторлық құқық, дизайнға қатысты, немесе қандай да бір грамматикалық, лексикалық қателерге байланысты сіздердің материалдарыңызды тексеруден өткізеді. Модерацияның келесі кезеңі, 3-ші кезеңі. Бұл сіздің материалыңыз маркетплейске қабылданады, немесе түзетулер енгізу үшін сізге кері қайтарылады. Егер сіздің материалыңыз сапа критерийінің барлық тармақтары бойынша сәйкес жақсы дайындалған материал болса, онда ол бізде жарияланады. Егер де қандай да бір қателік болса, мысалы суретке байланысты қателік болса, 5/2 деген сізге анықтама арқылы қайта жөндеуге жіберіледі. Немесе 1/3 авторлық құқық бұзушылық арқылы қателіктер болса, сізге анықтама келеді. Яғни сіздің материалыңыздың қандай сапа критерийі бойынша өтпей тұрғаны туралы хабарлама аласыз. Егер барлық қателіктерді жөндесеңіздер, материалдарыңыз біздің маркетплейске жарияланады. 4-ші соңғы кезең бұл біздің жарияланғаннан кейінгі бақылау кезеңі. Бұл кезеңде егер де материалдарға қандай да бір шағым түссе, немесе қандай да бір авторлық құқық бұзылған жағдайда сіздің материалыңыз уақытша тоқтатылуы мүмкін. Сол себепті әрқашанда өз авторлық құқықтарыңызбен, өз еңбектеріңізбен жасалған материалды сайтқа жүктеулеріңізді сұраймыз. Infalessing KZ маркетплейсінде материалдардың сапа критерийлері 7 тармақтан тұрады. Оларды атап айтсақ, бірінші, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі. Екінші, әдістемелік құндылық. Үшінші, мазмұн мен жариялау ерекшеліктері. Төртінші, файлда жарнама, жеке деректер, әлеуметтік желілерге сілтеме болмауы қажет. Бесінші, бұл дұрыс безендіру. Алтыншы, мультимедиалық және интерактивті элементтердің материалда дұрыс жұмыс жасауы. Жетінші, соңғы тармақ, материалдардың түрі талап ететін болса, өңделетін файлдың болуы. Енді біз сіздермен вебинар қатысушылары әр тармаққа талдау жасасақ. Бірінші тармақ, бұл Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігі. Бұл бірінші тармағымыз
8 тармақшадан тұрады. Бірінші, Қазақстан Республикасының балалардың денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттан қорғау туралы заңы. Екінші, дүние жүзінің өзекті карталары. Үшінші тармақша, Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңы. Төртінші, Қазақстан Республикасы президентінің, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құрылымдарының әскери киім нысаны мен айырым белгілер туралы жарлығы. Бесінші, сіздің материалыңыздың бірегейлігі 65%-дан жоғары болу керек. Алтыншы тармақша, автордың оферта шарттарының сақталуы. Жетінші, Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы. Сегізінші қызмет, бұл Қазақстан Республикасының басқа да нормативті актілеріне сәйкестігі. Сіздер білімдер базасында кез келген тармаққа шерту арқылы толық ақпарат ала аласыздар. Енді осы бірінші тармақтың әр тармақшасына толықтап шолу жасасақ. Бірінші тармақша бізде Қазақстан Республикасының балаларды қорғау, балалардың денсаулығы мен дамуына зардабын тигізетін ақпараттардан қорғау туралы заңы 2 шілдедегі 2019 жылғы заңына талаптарға сәйкес болу керек. Егер де сіз маркетплейске материалдарды дайындаған кезде мына талаптарды есте сақтаңыздар. Сіздің материалыңызда ішімдік, есірткі туралы, азарттық ойындар туралы ақпараттар, не мәтіндік, графикалық болсын, тыйым салынады. Яғни ондай ақпараттар қолдануға болмайды. Егер де сіз, мысал айтайық, салауатты өмір салты бойынша материал дайындап жатқан болсаңыз, онда осы аталғандар міндетті түрде үстімен қызылмен сызылуы керек. Сіздің материалыңызда сленгтер болмау керек. Білеміз, қазіргі кезде вайб деген әртүрлі сөздер бар. Сленгтер қолданылмайды, өйткені сленг дегеніміз бұл белгілі бір әлеуметтік топқа тән бейресми тіл. Сондықтан ол әдістемелік маңыздылығы жоқ. Сондықтан біздің материалдарда олар қолданылмайды. Материалдарда сонымен қатар жалаңаш мүсіндер, кейіпкерлер туралы ақпараттар болмау керек. Әдепсіз сөздер, мәтіндер қолдануға болмайды. Нацистік символикалар, мәтіндер қолдануға болмайды. Террористік ұйымдардың символикасын қолдануға тыйым салынады. Жалпы бір сөзбен айтқанда, сіздің материалыңыз баланың денсаулығы мен оның дамуына зиян тигізетін емес, керісінше дамуына үлес қосатын ақпараттар бар материалдар дайындауыңыз керек. Бізде екінші дүние жүзінің өзекті карталары, бұл дегеніміз кез келген мемлекеттің өз шекарасы, өз аумақтары болады құрылымдық. Сондықтан олар өзекті ақпарат болып табылуы керек. Бірінші, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкестігінің 3 тармағы бойынша Қазақстан Республикасының авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы заңы. Автор дегеніміз кім? Автор дегеніміз бұл шығармашылық еңбегімен ғылым, әдебиет, өнер туындысын жасаған жеке тұлға. Автор өз құжатын, яғни өз материалын дайындаған кезде оған автоматты түрде авторлық құқық беріледі. Маркетплейске жүктелетін материалдың құрамында авторлық құқықты бұзушылық болып не табылады? Бұл мультфильмдер, фильмдердің кейіпкерлері, оларды бізде материалда қолдануға болмайды. Қоғамдық игілік болып табылмайтын тұлғалардың фотосуреттері, дәйек сөздері, немесе туындыларын қолдануға болмайды. Кітаптардың мұқабалары, кітаптағы иллюстрацияларды қолдануға болмайды. Тауар белгілерін, олардың логотиптерін, әртүрлі стикерлерді қолдануға болмайды. Мемлекеттік құрылымдар әзірлеген емтихан материалдарын қолдануға болмайды. Нақты балалардың немесе ересек адамдардың фотосуреттері немесе бейнероликтерін қолдануға болмайды. Авторлық құқықты бұзбайтын қандай ақпараттар бар?
Олар мысалы коммерциялық мақсатта қолдануға рұқсат етілген ашық лицензиялары бар бағдарламалар мен сервистер, суреттер топтамасын қолдануға болады. Қоғамдық игілік болып табылатын ақпараттарды қолдануға болады. Қоғамдық игілік дегенді бәріміз білеміз, бұл авторлық құқығы аяқталған соң еркін қолдануға болатын мәдени мұралар. Мысалы айтайық, Абай Құнанбаевтың өлеңдері, оның суреттері қоғамдық игілік болып табылады. Оларды біз материалдарда қолдана аламыз. Барлықтарыңыз білесіздер, Қазақстанда авторлық құқықты қорғау мерзімі автордың өмір бойы және одан кейін қайтыс болғаннан кейінгі тағы 70 жыл құрайтынын барлығымыз білеміз деп ойлаймын. Біздің төртінші тармақшамыз бұл Қазақстан Республикасы президентінің, Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымдарының әскери киім нысаны мен айырымы белгілеу туралы жарлығы. Яғни арнайы патриоттық тақырыптағы материалдар тек осы саланың сарапшыларынан қабылданады. Егер сіз осы саланың сарапшысы болсаңыз, онда сарапшылықты растайтын құжатты біздің почтаға жіберуіңізді сұраймыз. Сарапшылық растайтын құжат бұл сіздің орта немесе жоғарғы біліміңіз туралы дипломыңыз, сондай-ақ кәсіби дайындық туралы дипломыңыз қабылданады. Төртінші тармақша бойынша, егер сіз әскери тақырыптағы суреттерді қолданатын болсаңыз, олар ешқандай өзгертусіз қолданылуы керек, яғни коррекциясы өзгертілмеу, түсті коррекциясы өзгертілмеу керек. Не қолдануға болмайды? Яғни Қазақстан Республикасының заңнамасының 4-ші тармақшасына сәйкес не қолдануға болмайды? Бұл шындыққа жанаспайтын ордендер, әскери техниканы, форма, әскери адамдар, қару-жарақтар, техника силуэттерін біздің материалдарда қолдануға болмайды. Сонымен қатар нейрожелілермен жасалған әскери формадағы әскерлерді қолдануға болмайды. Әскери формадағы балалар немесе жануарлар бізде қабылданбайды. Шындыққа жанаспайтын камуфляждық фондар және де басқа да безендіру элементтері біздің материалдарда қабылданбайды. Біздің 5-ші тармақшамыз бұл сіздің материалыңыздың бірегейлігі 65%-тен жоғары болу керек. Яғни сіз бірінші бізге материалды жүктемес бұрын текст.ру сайтында мәтініңізді бірегейлігін тексеріп алуды сұраймыз. Сонымен қатар біз қоғамдық меншікке, яғни қоғамдық игілікке жататын мәтіндер болатын болса, мысалы, жаңа ғана мен айтып кеткенде Абай Құнанбаевтың өлеңдері дедім, ережелер, қандай да бір заңдар сіздің материалыңызда болатын жағдайда біз оларды ескереміз. Жалпы айтқанда 45% сіздің пайызыңыз көрсетіп тұрса, оның ішінде қоғамдық меншік болатын болса, белгілі бір заңдар болатын болса, біз ондай материалды маркетплейсімізге қабылдаймыз. 6-шы, бұл автор офертасының шарттарын сақтау. Яғни сіздің профиліңізде сіздің нақты аты жөніңіз, тегіңіз, әкеңіздің аты егер құжат бойынша көрсетілген болса, кириллица әріптерімен толтырылуы қажет. Бұл өте маңызды, өйткені сіз тапқан табысыңызды ертең шығарып алып жатқан жағдайда бізге өте қажет болып табылады. Сондықтан нақты есімдеріңізді дұрыс жазуларыңызды сұраймыз. Әзірлеме автордың жеке шығармашылық еңбегімен жасалған болу керек. Яғни сіз интернеттен көшіріп алған жоқсыз, немесе кітаптан көшіріп алған жоқсыз. Оны сіз өзіңіз жасап, өзіңіздің ойыңыздан шығарылған жеке шығармашылық жұмыс болып табылуы керек. Құқықтық беру кезінде материалдарды тек автордың өзі жасау керек. Қазіргі уақытта жасанды интеллект қатты дамып жатыр, бәріміз білеміз. Бірақ та сонымен қатар әрбір материалды өз еңбектеріңізбен жазуларыңызды сұраймыз. Материалға құқықтық жауапкершілік автордың мойнында болады. Яғни сіз біздің маркетплейске материал жүктеген уақытта барлық материалға
авторлық құқық ретінде жауапкершілікті өз мойныңызға аласыз. Сондықтан өз еңбектеріңізді жариялаңыздар. Жетінші тармақша Қазақстан Республикасының діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңы. Бұл заң азаматтардың ар-ождан бостандығын қамтамасыз ету үшін және діни қызметті реттеу мақсатында құрылған негізгі құжат болып табылады. Сол себепті кейбір дінге қатысты тақырыптағы суреттер болсын, ақпараттар болсын, біз маркетплейске қабылдамаймыз. Сегізінші, Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік актілерге сәйкестігі. Атап айтатын болсақ, Қазақстан Республикасының білім туралы заңы, ақпараттандыру заңы, мемлекеттік құпиялар туралы заңы, мемлекеттік рәміздер туралы заңы. Мемлекеттік рәміздерге тоқталатын болсақ, ту символын киім элементтер ретінде бізде қолдануға болмайды. Сонымен қатар біздің туымызды немесе елтаңбамыз бұрмаланған болған жағдайда, яғни оның түсі өзгеріп кеткен жағдайда немесе формасын өзгерткен жағдайда, ондай материалдар бізде қабылданбайды. Яғни біздің елтаңбамыз, біздің туымыз бұрмаланбауы қажет. Ту мен елтаңбаны бояуларға арналған суреттерді жасауда қолдануға болмайды. Себебі бұл заңнаманы бұзу ретінде бағалануы мүмкін. Біз 7-8 тармақша бойынша тоқталып өттік. Екінші тармақ. Инфолессон маркетплейсінің сапа критерийлерінің екінші тармағы бұл әдістемелік құндылық. Әдістемелік құндылық бұл 5 тармақшадан тұрады. Бұл тілдік қателіктер, материалдардың жас тобы мен тақырыбына сәйкестігі, әдістемелік қателер, үшінші. Төртінші, жауаптардың болуы. Бесінші, әзірлемелердің түрлеріне қойылатын талаптар. Енді осы екінші тармақ бойынша әрқайсысына тоқталсақ. Бірінші, тілдік қателер дегеніміз не? Сіздер материалдар дайындаған кезде материалдың ішінде грамматикалық, лексикалық, басқа да қателер жіберілмеген болу керек. Яғни сіздің материалыңызда сөйлем ішіндегі сөздер бірігіп жазылып кету деген қате болып кетеді жиі. Соны болдырмау керексіздер. Әріптердің дұрыс жазылмауы, тыныс белгілерінің дұрыс қойылмауы, сөздердің толық көрінбеуі. Яғни экранда қарасаңыздар, алдарыңызда сөздердің бірігіп жазып кету қателіктері, сөздегі әріптің ауысып кетуі, әріптің ауысып кеткені оқушының бұл сөздің мағынасын өзгертеді. Сол себепті сіздерде ешқандай тілдік қателіктер болмау керек құжаттарыңызда. Екінші, бұл материалдың жас тобы мен тақырыбына сәйкестігі. Материалдың, тапсырмалардың, иллюстрациялардың мазмұны пайдаланушының жасына және білім деңгейіне сәйкес болу керек. Мысалы, алдарыңызда көріп тұрғандай, көркем жазу. Көркем жазу бұл мектепке дейінгі білім және бірінші сынып оқушыларына арналып жасалатын материал. Математика пәні бойынша мысалы материалдар дайындаймыз. Сіздер білесіздер, жоғарғы сыныптар бізде алгебра оқиды. Яғни сіздер дайындаған кезде қолданылатын мәтіндеріңіз, суреттеріңіз жас тобына және оның тақырыбына сәйкес болуы қажет. Үшінші бөлімше бұл әдістемелік қателер. Әдістемелік қателердің мазмұндық қателер болуы мүмкін, фактілік және әдістемелік қателер болуы мүмкін. Әзірлеме пайдаланушыға бір пайдалы болу керек, белгілі бір ақпаратты жіберу керек. Сондықтан, мысалы, алдарыңызда қарап тұрсақ, тапсырма тұр, тапсырма 3, телефон номерлері деген. Бұл жерде сұрақ беріледі, жедел жәрдем шақыру қажет болса, қоңырау шалатын телефон номерін белгі дейді. Телефон номерлері беріледі. Бірақ бұл жерде қателік, мазмұндық қателік кетіп тұр, өйткені сурет бұл банкоматтың батырмаларының суреті. Бұл дегеніміз баланы шатастырып, нақты білім алуына кедергі жасайды. Банкоматпен де звондауға бола ма деген ой туындауы мүмкін балада. Сондықтан сіздердің мәтіндеріңіз және қолданатын иллюстрацияларыңыз тақырыпқа сай болуы қажет. Бұл өте маңызды.
Ғылыми деректер бұрмаланбауы керек. Яғни бұл фактілік қателер. Яғни жылдарға байланысты немесе атауларға байланысты қателіктерді жібермеңіздер. Сонымен қатар әдістемелік қателер бұл білім беруге және әдістемелік мақсатты орындау қажет сіздің материалыңыз. Сондықтан ол оқу бағдарламаларына сай дайындалуы керек. Мәтіндер мен иллюстрацияларда өзекті деректер қамтылуы керек. Мысалы айтатын болсақ, алдарыңызда суретті қарасаңыздар, интернетте жасанды интеллект арқылы жасалған сурет. Бұл жерде қателіктерді байқасаңыздар, дене мүшелерінің дұрыс жасалмауы, артық қол, артық аяқ деген қателіктер болады. Немесе адамның теріс бағытта кетіп бара жатуы. Яғни сіздің материалыңызда иллюстрациялар қателерде болмауы қажет. Яғни сіздер иллюстрациялық қателіктерге де назар аударыңыздар. Сонымен қатар, егер де сіз материалдарыңыз оқу құралы ретінде ұсынылатын болса, оның тақырыптары біздің Қазақстан Республикасының оқу бағдарламаларына сәйкес дайындалуы қажет. Екінші тармақтың 4-ші тармақшасы бұл жауаптар. Егер тапсырмалар болса, соңғы бетте барлық тапсырмалардың жауаптары болады. Немесе ашық типтегі тапсырмалар үшін бағалау критерийлері болу керек. Мысалы айтайық, алдарыңызда жұмыс парағы тұр. Алды ретінде жұмыс парағы. Жұмыс парағы дегеніміз бұл материал нақты бір тақырыпқа жасалынады. Механикасы әртүрлі 6 тапсырмадан тұрады. Және оның соңғы бетінде, жаңадан бет ашып, соңғы бетінде оның жауаптары тұрады. Екінші суретте қарасаңыздар, бұл математика пәнінен берілген жауаптар тізімі. Яғни, егер де сіз карточка дайындап жатсаңыз, жұмыс парақтарын дайындап жатсаңыз, белгілі бір тапсырма дайындап жатсаңыз, жаңа беттен соңғы бөлімде оның жауаптары болу керек. Жауаптары не себепті қажет деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл сіздің материалыңызды жүктеп алған адам оны дұрыс қолдана білу керек. Егер жауаптар сұрақ беріледі, одан кейін жауап берілуі мүмкін болатын жағдайлар бар. Ол дегеніміз не? Ол дегеніміз мысалы презентацияда, егер де сіз сұрақтар жасайтын болсаңыз, немесе интерактивті ойындар жасайтын болсаңыз, ондай жағдайда соңғы бетте емес, яғни бірінші сұрағыңыз кетеді, одан кейін оның жауабын жіберуге ондай бізде материалдар рұқсат етіледі. Ашық типтегі тапсырмалар үшін бағалау критерийлері дегеніміз, яғни сізде егер де мысалы сұрақ болатын болса, компьютердің негізгі құрылғыларын ата. Сіз мысал ретінде оған жауап жазуыңыз керек. Компьютердің негізгі құралдары, монитор, желі қорап дегендей үлгі ретінде сіз жауап бересіз, және соңында оған бағалау критерийлерін ұсынасыз. Мысалы, егер бала тек қана тізімді атап шықса, 3 балл берем, немесе ол тізімді атады, ол толығымен сипаттап берді, 10 балл берем дегендей сізге бағалау критерийлерін қосымша тағы да нұсқауларыңыз қажет. Яғни сіздің материал дайындаған кезде оның жауаптарын тіркеу бізде міндетті болып табылады. 5-ші тармақша 2-ші бөлімдегі бұл әзірлемелердің түрлеріне қойылатын талаптар. Біздің InfoLesson маркетплейсімізде 49-нан астам материалдың түрлерін қабылдаймыз. Бізде материалдар жүктеген кезде сіз 2 түрлі табыс аласыз. Бұл тек авторлық құқықты беру арқылы бізге, немесе жүктеу үшін белгілі бір табыс көзін аласыз. Бізде материалдар, яғни әдістемелік құндылықтар, яғни талаптар, түрлеріне қойылатын талаптарға кірген жағдайда сіздер кез келген түрін таңдайсыз. Мысалы алатын болсақ, жаднама, немесе жұмыс парақтары. Осы түрлерінің талаптарын оқып шығамыз. Мысалы айтатын болсақ, жұмыс парағы. Жұмыс парағы дегеніміз бұл бір тақырыпқа арналады, және оның ішінде механикасы әртүрлі 6 тапсырма болу шарт. Ол белгілі бір уақыт, бір 15 минутты құрауы қажет. Бала бір 15 минут онымен отырып жұмыс жасай алатын жағдайда болу керек.
Жұмыс парағы міндетті түрде безендірілуі керек. Мысалы айтатын болсақ, математика пәні болатын болса, математикалық элементтер болу керек. Егер ол географияға қатысты жұмыс парақтар болса, ол географияға қатысты иллюстрациялармен немесе бір визуалды бөлгіштермен әсерленіп безендіріліп жасалуы қажет. Сонымен қатар біздің маркетплейсте материалдарды жүктеген кезде жоғары жақтан байқасаңыздар, жұмыс парағы бізде бір реттік төлем үшін және де жүктеп алғаны үшін екі түрлі табыс түрін табуға болады. Жаднама, мысалы жаднама дегеніміз не? Жаднама бұл қысқаша маңызды ақпарат беретін есте сақтау үшін арналған материал. Әдетте жарнама белгілі бір әрекеттерді орындау, ережелерді есте сақтау, немесе тез арада қажетті ақпараттарды алу үшін құрылымдалған нұсқаулықтар, немесе кеңестер деуге болады. Оларда графикалық элементтермен, иллюстрациялармен толықтырылады. Буклет пен жаднаманың айырмашылығы, буклет ол бір немесе бірнеше рет бүктеледі. Сондықтан сіздер материалды жүктемес бұрын 2:5 тармақшасына өтіп, маркетплейстегі қандай материал түрлері бар екенімен танысуға болады. Және ол жерде ол материалға қойылатын талаптар, қанша тапсырма болу керек, қанша беттен тұру керек, қалай ол безендірілуі керек, ол материалды жүктеген кезде сіз қалай табыс табасыз, яғни ол бір реттік төлем таба аласыз ба, немесе жүктеу үшін табыс таба аласыз ба, немесе екеуі үшін де табыстауға бола ма деген ақпараттарды сіздер ала аласыздар. Енді сіздермен кішкене ғана тестілік тапсырма орындайық. Құрметті вебинар қатысушылары, сіздерде төмен жақта чаттарыңыз бар. Сол чатқа кіру арқылы не себепті модерациядан бірден сәтті өтеді алдарыңызда тұрған материал, не себепті материал модерациядан сәтті өтпейді. Жазып кетсеңіздер. Айзере Бақытжанқызы дейді, сәлеметсіз бе? Күшті нәрсе ғой, инфолесін деген дейді. Рахмет. Алдында бірінші тапсырмамды алдым, табысымды алдым дейді, кешіріңіз. Бірақ доработкаға жібере береді. Осы вебинардан көп нәрсе үйреніп, миллион табуға талпынамын. Сіздер мына жерде қандай қателік көріп тұрсыздар? Чатқа жаза беріңіздер. Мен сіздерге түсіндіріп өтейін. Бірінші материал жұмыс парағы бөлу деген модерациядан тез өтеді. Не себепті? Өйткені Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес дайындалған, тілдік әдістемелік қателіктер жоқ, материал жас тобына сай дайындалған, жұмыс парағы 6 тапсырмасы бар, соңында жауап тізімі бар. Сол себепті бұл модерациядан сәтті өтеді. Не себепті бізде математика пәнінен карточка өтпейді? Қалай ойлайсыздар? Вебинар қатысушылары чатқа жазуларыңызға болады. Карточка материалы модерациядан өтпейді. Не себепті? Өйткені егер сіздің карточкаңызда бір типті материалдар болатын болса, онда 4 нұсқа емес, 6 нұсқа дайындауыңыз керек болады. Сол себепті бұл модерациядан өтпейді. Сізге 5/3, яғни талаптарға сәйкес емес деп қателікті қайтадан жөндеуге жібереді. Екінші маска. Масканы көріп тұрсыздар. Маскада қандай қателіктер бар? Маскада бетперде, бетперде адамның баланың басына киюге арналған болу керек. Сондықтан бірінші қателік көздегі ойықтардың жоқтығы. Және екінші қателік бұл баланың басына кигізуге сәйкес келетін ешқандай тесіктер жоқ, сызықтар жоқ, яғни резинке өткізетін, жіп өткізетін ешқандай орындар жасалмаған. Сол себепті қате. Абытәліп Диана, бірінші материал түсінікті, критерийлер сақталған. Рахмет, дұрыс айтасыз. Жұмыс парағы бөлу бұл барлық талаптарға сай, сол себепті ол өтеді. Екінші жануарлардың иллюстрациясы бар.
кішкене қателестіңіз, Абу Талиб Диана. Бұл жерде жануарлардың иллюстрациясы емес, бұл жерде бетперде болғандықтан оның көз ойықтары, яғни оның адамның басына кигізетін орындарының болмауы. Айзере Бақытжанқызы сызықпа дейді. Сіз толық жазып жіберсеңіз, Айзере Бақытжанқызы, толықтап жазып берсеңіз, қай сызық туралы айтып тұрсыз? Егер бетперденің астындағы сызықты айтсаңыз, ол тек қана бір ақ сызық жасалып тұр. Ол сызықпен сіз баланың басына оны бекіте алмайсыз. Сондықтан бекіту, бұл жерде қателік, бекітудің нұсқаулықтары жоқ. Рахмет жауаптарыңызға. Ары қарай жалғастырайық. Маркетплейстегі сапа критерийлерінің үшінші тармағы, бұл 5 тармақшадан тұрады. Бұл материалдардың сипаттамасы, материалдардың мұқабасы, материалдың атауы, материалдардың құрамы, 4-ші бөлімі. 5-ші бұл материалдардың фильтрлері. Енді осы тармақтарға тоқталып өтетін болсақ, үшінші тармақтың бірінші тармақшасы бұл материалдардың сипаттамасы. Сіздер материалды жүктеген кезде, сипаттама бөлімін жазған кезде, материалдың бірінші түрін жазыңыз. Мысалы, жұмыс парағы, дидактикалық ойын, жаднама, сценарий, диплом, грамота деп, оның бірінші түрін жазып алыңыз. Одан кейін оның ролін жазыңыз. Яғни дидактикалық ойын болса, мысалы, алдарыңызда дидактикалық ойын жыл мезгілдері деген мен материалды сіздер үшін арнайы алдым. Осы материалды біз үшінші тармақтың 3 тармақшасы бойынша талдау жасаймыз, бәрімізге түсінікті болу үшін. Назар аударсаңыз, бірінші сипаттама жазған кезде дидактикалық ойын, яғни оның түрі көрсетіліп тұр, жыл мезгілдер, оның атауы беріліп тұр. Жыл мезгілден кейін бұл балалардың әр мезгілдің ерекшеліктерімен танысуға көмектесетін қызықты мини жоба деп оның ролі көрсетіліп тұр. Яғни сипаттама жазған кезде міндетті түрде оның түрін, ролін және одан кейінгі оның ерекшеліктерін, мақсатын, қолдану жолдарын жазу міндетті. Сонымен қатар сипаттамада, егер сіз бұрын бірнеше маркетплейске материал жарияласаңыз, сол материалдарға сілтемелеріңіздің 7-8 түрін орналастыруға болады. Сипаттамада не қолдануға болмайды? Сипаттамада не жазуға болмайды? Сипаттамада рұқсат етілмейді. Жеке деректеріңіз, өзіңіз туралы ақпарат болмау керек, жарнама болмау керек, смайлдар болмау керек, үлкен әріптермен, яғни каплоска арқылы үлкен әріптермен жазылмау керек, бірнеше леп белгісін немесе бірнеше сұрақ белгісін, бірнеше нүктелерді қоюға болмайды. Егер сіз бізге материалды авторлық құқықты беру барысында өткізіп жатсаңыз, онда ешқандай материалға сілтеме болмау керек сипаттамада. Сипаттамада сонымен қатар көп бос орындар болмау керек. Келесі, үшінші тармақтың екінші тармақшасы бұл материалдың мұқабасы. Материалдың мұқабасы бұл материалдың мазмұны мен түрін бейнелейтін көрнекі безендіру. Ол пайдаланушыға материалдың не туралы екенін бірден түсінуге көмектеседі және назар аудартады. Сонымен қатар маркетплейсте іздеу барысында маңызды рөл атқарады. Назар аударыңыздар, егер сіздің материалыңыздың мұқабасы дұрыс болмаса, материалдың ішкі мазмұны тексерілмейді. Яғни сізге 3/2 деген материалдың мұқабасы қателігімен кері қайтарылады. Себебі сіз мұқабаны дұрыс жүктеген жоқсыз. Біздің маркетплейсте мұқабаны жасаудың 2 жолы бар. Бұл мұқаба генераторы немесе авторлық мұқабалар. Мұқаба генераторы дегеніміз не? Сіз өз материалыңызды PDF форматында жүктеген уақытта автоматты түрде ол сізге материалдың мұқабасын жасап береді. PDF файлдың ең үлкен көлемі 50 мегабайттан аспауы қажет. Сонымен қатар біздің мұқаба генераторымыз
ең көп дегенде 15 дана мұқаба жасап береді. Сонымен қатар генерация жасаған кезде ол дизайнды, түстік режимді, оның орналасуын ол кездейсоқ алгоритм бойынша таңдайды. Егер сізге түстік режим немесе оның орналасуы ұнамай жатса, сіз оны өзгерте аласыз. Яғни оны генерацияны қайтадан жасай аласыз. Есте сақтаңыздар, бірақ та генерация екінші рет жасалған уақытта бұрын құрылған мұқабаны өшіріп тастауды сұраймыз. Егер түс ұнамай жатса, сіз қайтадан генерация жасап, өзіңізге ұнайтын түстік режимді таңдауыңызға болады. Яғни генерация ұсынған режимнің ішінен таңдауға болады. Екінші бұл авторлық мұқабаңыз. Авторлық мұқабаны жасайтын болсаңыз, яғни оның көлемі 1080x1080 пиксельдегі JPEG форматында иллюстрацияның сапасы өте жоғары материал болу керек. Егер сіз мұқабаны өзіңіз жасап жатқан жағдайда, мысал айтатын болатын болсақ, жаздық лагерьге сіз диплом дайындадыңыз. Мұқабада сіз міндетті түрде көрсетесіз жаздық лагерьге арналған дипломдар, 25 диплом орналасқан. Сонымен қатар сіз өз материалыңыздың ерекшелігін мұқабада көрсете аласыздар. Экранға назар аударайық. Дидактикалық ойын, жыл мезгілдері. Мұқабаны қарасаңыздар, біздің мұқаба генераторы арқылы жасалған. Бұл жерде реттілігі, оның түстік режимі кездейсоқ алгоритм арқылы таңдалған. Яғни әдемі түрде сізге мұқаба жасап береді. Енді бізде 3/2 жиі кездесетін қателіктер. Яғни біз не рұқсат етпейміз. Материалдың мазмұнын ашпайтын бір суретті қоя салуға болмайды. Мысалы айтатын болсақ, сіз презентация дайындадыңыз, презентацияңыздың бірінші суретін немесе екінші суретін мұқаба ретінде қолдануға болмайды. Жеке суретіңіз немесе балалардың суреті қолдануға болмайды. Сонымен қатар кітаптың мұқабасын қолдануға болмайды. Сіздің суреттеріңіз жақтаулары кесілген болмау керек. Кесілмеген толық бейнесі көрсетілуі қажет. Яғни сіздің мұқабаңыз, сіздің материалыңыздың мазмұнын ашу қажет. Үшінші тармақтың үшінші тармақшасы бұл материалдың атауы. Яғни сіздер материалды жүктеген кезде бірінші материалдың түрін жазамыз, және одан кейін оның тақырыбын тырнақшаның ішінде жазамыз. Тырнақшаның ішінде жазу бұл сіздің ақпаратыңызды іздеуді жеңілдетеді. Мысалы, алдарыңызда дидактикалық ойын, яғни оның типі жазылып тұр, бұл дидактикалық ойын екені, материалдың түрі. Жыл мезгілдері, яғни тырнақшаның ішінде тақырыбы жазылып тұр, жыл мезгілдері. Жаднама, алгебралық формулалар. Бұл жерде қарасаңыздар, жаднама деп оның материал түрін көрсетіп тұр. Тырнақшаның ішінде алгебралық формулалар тақырыбы жазылып тұр. Яғни материалдың атауына не қолдана алмаймыз, не жазуға болмайды. Материалдың атауында смайликтер болмау керек, артық таңбалар болмау керек, 3 леп белгісі, 3 сұрақ белгісі деген артық таңбалар болмау керек. Үлкен әріп капслокпен жазуға да болмайды, ол бізде рұқсат етілмейді. Және сонымен бірге қателіктер болмау керек. Мысалы, мен айтып кеттім жаңа. Материал түрі бұл жұмыс парағы, тақырыбы, бөлу, немесе тағы былай қолдануға болады. Жұмыс парағы математика пәні бойынша бөлу амалдар, яғни пәнді де нұсқауларыңызға болады. Бұндай материалдарды біз қабылдаймыз. Материалдардың құрамы. Материалдардың құрамы дегеніміз не? Материал тұтас болу тиіс, және сипатталған барлық қажетті әдістемелік элементтер қамтылуы керек. Мысалы айтатын болсақ, егер сіз дидактикалық ойын жасайтын болсаңыз, міндетті түрде материалдың ішінде нұсқаулық болады, экранда көрсететін файлдарыңыз болу керек. Экранда көрсетпеген баспадан шығарып алатын құжаттарыңыз бар шығар, ол болу керек. Яғни сіз материалдың құрамы дегеніміз, сіз барлығын атасаңыз, мысалы нұсқаулық, баспадан шығару файлдары, экранда көрсететін файлдары барлығын жинастырып,
zip файлда бізге жіберулеріңіз қажет. Бұл да егерде мысалы айтатын болсақ жиі қателіктер болып жатады. Сценарий жазатын жағдайда сценарий жазасыз, бірақ сценарийді жазып келе жатқан кезде сізде қосымша презентация болуы мүмкін, тарататын карточкаларыңыз мүмкін. Яғни сол карточканы немесе презентацияны бізге жібермесеңіз, бұл материалдың құрамы толық емес, 3-4 қателікпен сізге кері қайтарылады. Сондықтан сіздер материалды жүктеген кезде бірнеше файл болатын болса, оны zip форматында сақтаңыз. Өйткені RAR форматында кейбір компьютерлер ашпайды. Сондықтан сіздерден сұрайтынымыз zip форматында архивпен файлдарды жіберуге болады. Мысалы, алдарыңызда сурет көрсетіліп тұр, қарасаңыздар. Жақсы сурет берілген, бірақ не қателік? Ешқандай нұсқаулық жоқ. Мына материалмен мен не істеймін? Сонымен қатар, артқы жақта қарасаңыздар, дұрыс дайындалған материал жауаптары да бар, материалдың тапсырмалары да бар, барлығы құрамы толық. Енді 5-ші бұл материалдың фильтрлері. Материалды жариялаған кезде сіздер бірінші оның түрін таңдайсыз. Мен бағана айтып кеттім, 2/5 бөлім бойынша бізде 49 түрден аса материалдың түрлері бар. Бірінші соны таңдайсыз, мысалы жұмыс парағы, грамота, дидактикалық ойындар деп. Сіз бірінші материалдың түрін таңдайсыз. Бұл біз модерациядан өту кезінде түрлерінің сәйкестігін тексереміз. Екінші, оның бағытын таңдайсыз. Яғни ол педагогикалық бағыт па, педагогикалық емес бағыт па, хобби мен бос уақыт па, немесе икемді дағдылар ма? Яғни сіз оның бағытын таңдайсыз. Бағытын таңдағаннан кейін оның саласын таңдайсыз. Мысал ретінде айтайын, педагогикалық деп таңдасаңыз, одан кейін жалпы білім беру бағыты, жалпы білім беруден кейін алгебра пәнінен кейін ол 9-шы сынып, 10-шы сынып деп сіз оның материалдың бағытын, саласын және сыныбын таңдайсыздар. Яғни бұл да бізде маңызды. Енді сіздермен тағы кішкене ойын өткізсек, модерациялық чатты мен қарап жіберсем, Айзере Бақытжанқызы, бағана сұрағыңызға жауап бердік. Айзере Бақытжанқызы, жиі сатылатын материалдың түрлері қандай? Жиі сатылатын материалдың түрлері бізде барлығы сатылады десек болады. Жиі сатылатын жұмыс парақтары, дидактикалық ойындар, карточкалар, грамоталар. Жалпы айтқанда бұл мезгілге байланысты, маңыздылығына байланысты деуге болады. Айзере Бақытжанқызы, презентация, викториналық сұрақтар материалдарын дайындаған кезде жауаптарын міндетті түрде соңғы бетке орналастыру керек па? Жоқ. Егер де сіз презентация, викториналық сұрақтар дайындасаңыз, соңғы бетте емес, сұрақтан кейін сіз жауабын орналастыра аласыз. Біз ондай құжаттарды қабылдаймыз. Яғни викториналық сұрақтар, презентацияларды сіз типін таңдаған кезде презентация деп таңдайсыз, және презентация екенін, викториналық сұрақтар екенін көріп, жауаптары сұрақтан кейін тұрғаннан кейін ол қателік болып табылмайды, біз оны қабылдаймыз. Айзере Бақытжанқызы, профильде автордың аты жөні латын әріптерімен жазуға бола ма? Жоқ, есімдеріңізді кириллица әріптерімен жазыңыз. Өйткені жеке куәлікте, жеке құжатта сіздердің аты жөндеріңіз кириллица әрпімен, сол себепті сол түрде толтыруларыңызды сұраймыз. Ахмет қызы Айсана, табыстың көлемі қандай? Табыстың көлемі сіздің жасаған жұмысыңызға байланысты, оның сапасына байланысты, оның түріне байланысты. Яғни сіз қаншалықты сапалы материал жариялайсыз біздің маркетплейсте, сонша көп табыс табуыңызға болады. Ахмет қызы Айсана, маркетплейске материалды жүктеу тегін бе? Иә, біздің сайтқа маркетплейске тіркелу тегін, және материалдарды жүктеу де тегін. Ахмет қызы Айсана, маркетплейске материалды салу ұзақ уақыт ала ма? Ахмет қызы Айсана, ұзақ уақыт алмайды. Сіз өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіресіз, материалды жүктеу деп 7 қадам жасайсыз. Егер сіздің материалыңыз сапалы, сапа критерийлерінің 7 тармағы бойынша дұрыс болатын болса,
модерациядан өтеді. Яғни бұл 5-7 күн арасында бізде тексерілеміз, бірақ та біз 2-3 күннің арасында сізге жауап келеді. Ұзақ емес. Ахмет қызы Айсына, миллион табу, миллион табуға болады, егер сіз материалды сапалы жүктесеңіз, және оны жиі жүктесеңіз, сіздің табысыңыз миллионға шығады. Миллион табуыңызға тілектеспін. Енді біздің вебинарымызға оралайық. Мына жерде қандай қателіктер көріп тұрсыздар? Жансая Руслан қажы. Екінші суретте математика келіспейтін, Золушканың суреті тұрған соң таработкаға жіберген шығар деді. Дұрыс айтасыз. Ол жерде, яғни авторлық құқық, Золушканың суреті, сонымен қатар байқасаңыз, сурет кесілген, толық көрсетілмеген, сол себепті ол да модерациядан өтпейді. Яғни айтып кетейін, жұмыс параға көлік не себепті өтеді? Мұқабасы әдемі дайындалған, көріп тұрсыздар, сипаттамасы жазылған, тақырыбы дұрыс жазылған, яғни ол модерациядан өтеді. Екінші өтпейді, жаңағы Жансая Руслан қыз айтып кетті бізге, дұрыс айтып отыр. Яғни ол жерде Золушканың суреті, сонымен қатар ол кесілген сурет. Екінші сурет, ол мазмұнды толық ашпайды, сол себепті ол да өтпейді. Мен жаңа сізге ескертіп айттым, презентацияның бірінші бетін қоя салуға болмайды деп айттым. 5-ші сыныпқа арналған математика пәнінің ашық сабағы деген ол да өтпейді. Не себепті? Өйткені ол кап лоск арқылы жазылған. Аружан Болатбекқызы, Золушканың киімі түрі. Рахмет жауабыңызға. Дұрыс айтасыз, авторлық құқық бұзылған. Ары қарай жалғастырайық. Біздің 7-ші тармағымыз бұл сіздердің файлдарыңызда жеке деректеріңіздің, әлеуметтік желілерге сілтемелердің болмауы. Яғни сіздің жеке деректеріңіз ақпаратта бізге өткізетін материалдарыңызда болмау керек. Аты жөндеріңіз, қайда жұмыс жасайсыздар, білім беру ұйымының аты, немесе өзіңіздің суреттеріңізді қолдануға болмайды. Жарнама, яғни жарнамаға қатысты мазмұндағы қолдануға болмайды. Мысалы, компанияның аты, белгілі бір логотиптері, брендтер, оларды да біз қабылдамаймыз, оларды қолдануға болмайды. Сілтемелер, әлеуметтік желіге көбіне қателіктер келіп жатады, QR код жібереді. QR код арқылы YouTube каналға өтеміз, немесе басқа жаққа өтеміз деп. Ондай материалдар бізде қабылданбайды. Естеріңізге салып кетсек, бізде сілтеме тек қана егерде сіз бұрын жариялаған болсаңыз, өзіңіздің материалыңызға сілтеме ғана жасай аласыз. 5-ші тармақ бұл 3 тармақшадан тұрады. Беттеу және типографика, иллюстрация сапасы және логотип. Осы тармақшаларға тоқталып өтсек. Бірінші, беттеу және типография дегеніміз не? Назар аудару керек сіздердің жазып жатқан сөздеріңізге, абзацтарыңызға, элементтердің блоктарына. Мысалы, айтатын болсақ, кейбір жағдайда сөздеріңізді жазасыздар, бірақ та ол абзацқа бөлінбейді, теңестірілмей қалуы мүмкін. Екі жағы бойынша теңестірілуі керек. Қызыл жолдан басталу керек, 1,25 сантиметрдегі абзац жол болу керек. Сонымен қатар элементтің блоктары. Алдарыңызда қарасаңыздар, суреттердің орналасуы, мәтіндердің орналасуы, яғни ол симметриялы болу керек, яғни қараған кезде сізге оқуға ыңғайлы болу керек. Сонымен қатар қарасаңыздар, фондық сурет берілген, ағылшын тілінен тапсырма, бірақ та тапсырмаға келген кезде ақ фон. Не себепті? Өйткені сөздерді ешқандай кедергісіз, еркін оқи алатындай болуларыңыз керек. Яғни, егерде сіз материалда мәтіндерді жазған кезде назар аударыңыздар. Ол оқылатын шрифт болу керек. Мәтін мен сурет бір-бірінің үстіне орналаспау қажет. Материал тіліне сәйкес келмейтін харіптер болады кейбір жағдайда. Білесіздер, қазақ тілінің ың, ө деген әріптері кейбір шрифттарда ол оқылмайды. Сол себепті тиімді, сәтті шрифттарды таңдаңыздар. 5-ші тармақтың 2-ші тармақшасы бұл иллюстрация сапасы. Яғни суретте жиі кездесетін қателіктер. Мысалы айтатын болсақ, егер сіз сурет қойсаңыз, қандай да бір иллюстрацияны қоятын болсаңыз, оның көлемін үлкейтіңіз.
125%-ден жоғары көбейткен жағдайда, егер сіздің суретіңіз сапалы болса, ол ешқандай өзгеріске ұшырамайды. Яғни сіз суретіңіздің сапасын тексеріп алыңыз. Содан кейін суреттердің пропорциясы, яғни ол созылып кетпеуі, немесе биіктік жағынан, немесе ұзындық жағынан созылып кетпеуі керек. Яғни сурет бұрмаланбауы керек. Бет әлпеті жоқ адамдарды қолдануға болмайды бізде. Бізде барлық иллюстрациялар стилі бір болу керек. Назар аударуларыңыздар, егер сіз сурет қойып жатқан кезде артында шахматтық фондар болады, немесе су таңбалар болады, тауар белгілері болады, ондай ақпараттар бізде сайтта жарияланбайды. Сонымен қатар, жасанды интеллект көмегімен жасалған иллюстрацияларға назар аударуларыңызды сұраймыз. Ол жерде көп қателіктер кетеді. Дене мүшелерінен адамдардың да бет әлпеттерінің дұрыс орналаспауы, сонымен қатар табиғатта кездеспейтін мутант жануарлар болуы мүмкін. Яғни табиғатта бізде заң жоқ нәрселер жасап шығуы мүмкін жасанды интеллект. Сондықтан қолданған кезде міндетті түрде тексеріп алуларыңызды сұраймыз. 5-ші тармақтың 3-ші тармақшасы бұл логотип. Егер сіз бізге материалыңызды құқықтарды беру үшін өткізіп жатқан жағдайда, сіз материалыңызға логотипті орналастыруыңыз керек. Оны орналастыру шарты бар. Яғни біздің логотип әр бетте сол жақ төменгі бұрышында биіктігі 0,5 және 1 см аралығында болу керек. Сонымен қатар ол ешқандай бұрмаланбаған болу керек, ұзындығы бойынша, биіктігі бойынша. Назар аударуларыңызды сұраймыз. Алдарыңызда Infolesson логотипінің 2 қате орналасуы және 1 дұрыс орналасуын қарап тұрсыздар. Не себепті қате? Біздің логотип мәтіннің үстінде тұр. Яғни ол оқуы қиындық тудырады. Яғни орналасуы сәтті орналаспаған. Екінші, Infolesson үстіне қызық сызық кетілген. Басқа адамдар ойлап қалуы мүмкін, Infolessonның үстінде қызық сызық бар екен деп ойлап қалуы мүмкін. Сондықтан орналасу орнын және орналасқан кезде оның көріну бейнесін дұрыс орналастыруды сіздерден сұраймыз. Енді сіздерге тағы да кішкене ойын жасасақ, дұрыс безендіру бойынша. Мен чаттағы ақпараттарды ашсам, Аружан Болатбекқызы, тақырып жазарда типін міндетті түрде жазу керек пе? Иә, Аружан Болатбекқызы, міндетті түрде бірінші типін жазамыз. Мысалы, дидактикалық ойын бөлу. Не себепті? Өйткені кез келген пайдаланушы сайтқа кірген кезде, маркетплейске кірген кезде іздеуді басады да, мысалы, дидактикалық ойын деп тереді. Сол уақытта сіздің ақпаратыңыз ол жерде тізімдер қатарына түседі. Сол себепті міндетті түрде бірінші оның типін жазыңыз, содан кейін оның тақырыбын жазыңыз. Ахметқызы Айсана, егер иллюстрация жақсы шықса, жасанды интеллект қолдануға бола ма? Иә, жасанды интеллект қолдануға болады, егер де ол сапасы жағынан жақсы және ол сіздің тақырыбыңызға сай болып тұрса. Жаңағыдай мен айтқандай қателіктер болмаса, адамның саусағы немесе адам денесінің мүшесі көбейіп кетуі деген қателіктер болмаса, қолдануға болады. Айзере Бақытжанқызы, материалдарда автор ретінде аты жөнімді, білім беру мекемемді суретімді қоя аламын ба? Жоқ, материалдарда егер сіз маркетплейске жүктесеңіз, сіз автор екеніңіз ол жерде жазылып тұрады. Яғни Айзере Бақытжанқызының дидактикалық ойыны, яғни материалды жүктеп алған қолданушы оның ішінде ешқандай ақпарат ол кісі алмау керек. Сол себепті ол жерге ешқандай аты жөніңізді, мекемеңіздің атын жазбау керексіздер. Айзере Бақытжанқызы, екіншісінде структура жоқ болғасын қайта доработкаға жіберген шығарды. Иә, дұрыс айтасыз. Екіншіде, яғни мен жаңағын айттым, абзац болу керек, олар екі жағы бойынша теңестірілген болу керек дедім. Сол себепті қате. Ахметқызы Айсана, материалдар антибалаттан өткізесіздер ме? Иә, текст.ру сайтында біз бірегейлігін тексереміз. Бірегейлігі бізде 65%-дан жоғары болу керек. Ескеретін жағдай, егер қоғамдық игілікке жататын ақпарат болса, заңдар болса, 45%-дан жоғары болу керек. Материалдарды айтып кетейік, дұрыс безендіру не себепті, Біріншісі, оқылатын мәтін, шрифттері сәтті таңдалған. Көріп тұрсыздар, абзацтар бар, бос орындар, үлкен бос орындар жоқ, блоктардың орналасу сәтті. Сол себепті модерациядан бірден сәтті өтеді. Екінші, жаңа өздеріңіз Айзере Бақытжанқызы айтып кеткендей, мәтін теңестірілмеген,
абзац жасалмаған, яғни ол бізде қателік болып табылады. 5/1 қателігімен сізге кері қайтарылады. Екінші қателікті қарасаңыздар, ол жерде бос орын, яғни сіздің атырау парағыңыздың кем дегенде 90% толтырылуы керек. Ақпарат толық толтырылмаған, сол себепті ол қателік жібереді. Аружан Болатбекқызы, көп бос орын. Дұрыс айтасыз, рахмет жауабыңызға. Иә, көп бос орын болғандықтан ол модерациядан өтпейді. Тағы да қарасаңыздар, Азере Бақытжанқызы, негізі көбі ерінеді қыздар. Ерінбей бір біліп алсаңдар, күшті кетеді, жұмыс автоматом. Рахмет Айсара, кеңесіңізге. Барлығы сіздің кеңесіңізді ұстанады деген ойдамын. Енді мына жерде қандай қателіктер көріп тұрсыздар? Бірінші модерациядан сәтті өтеді. Сапасын қарасаңыздар, сапасы өте әдемі, иә, жақсы. Ахмет Айсана, интервал сақталмаған, бытысып жазылған. Дұрыс айтасыз. Яғни интервал не себеп сақталмауы мүмкін? Шрифттің тиімсіз таңдалуына, яғни шрифтті таңдаған кезде дұрыс таңдамаған, сол себепті ол бір-бірінің үстіне әріптер шығып кетіп тұр. Аружан Болатбекқызы, иә, осы инфолесен арқылы жақсы табысқа жеттім. Сіздерге рахмет дейді. Сіздерге де рахмет, құрметті біздің авторларымыз. Тағы да модерацияда не себеп дейді? Екі қол тұр ғой дейді. Айзере Бақытжанқызы, екі қол емес, үш қол деп айтсаңыз болады. Яғни жасанды интеллект арқылы жасалған, байқасаңыз, екі емес, үш қол тұр. Сол себепті ол модерациядан өтпейді. Және соңғы суретіміз сапасы нашар. Ары қарай жалғастырайық. Алтыншы тармақ, мультимедиалық және интерактивті элементтерді материалда дұрыс жұмыс істеуі. Барлық материалдар, мультимедиалық материалдардың жасау қағидалары бар. Барлық интерактивті элементтер белсенді және дұрыс жұмыс істеуі керек. Егер материал бейне немесе аудио форматта болатын болса, сыртқы шум болмауы керек, тұрақты кадр мен таза, анық дыбыс қамтамасыз етілуі керек. Материалда жасырын аймақтар болмауы керек. Яғни сіздің материалыңыз қатесіз ашылуы керек. Жаңа сіздер сұрақ қойып жатсыздар, иә? Презентация, интерактивті сұрақтар дайындаған кезде сіздің батырмаңыз дұрыс жасамауы мүмкін. Яғни ол 6-шы тармақ бойынша кері қайтарылады. Мысалы, белгілі бір есептің шешімін тап. Иә деген, жоқ деген екі батырма бар. Ол екеуін басамыз, ешқандай әсер етпейді. Ол сіздің элементіңіздің белсенділігін дұрыс жұмыс жасамауы. Сол себепті 6-шы тармақ бойынша сізге ол қайтарылады. 7-ші тармақ. 7-ші тармақ материалдың түрі талап етсе, өңделетін файлдардың жіберілуі. Сіздер материалды жүктеген кезде 3-ші бөлімде файлды жүктеуге назар аударыңыздар. Біріншіге міндетті түрде PDF форматындағы файлды жүктейсіздер. Екіншіге docx, pptx файлдағы, немесе егер сізде көп болатын болса, жаңағыдай мен айтқандай, ішінде нұсқаулығыңыз бар, презентацияңыз бар, карточкаңыз бар, zip форматында файлдарыңызды жүктейсіздер. Яғни оны жүктеген кезде екі бағанға жүктеген файлдарыңыз бір-бірімен сәйкес келу керек. Яғни егер де сіз екіншіге карточкаңызды, презентацияңызды жүктеген жағдайда, міндетті түрде біріншіде де сол ақпараттардың барлығы болуы қажет. Бізде кейбір материалдардың өңделетін файлдары қабылданбайды. Олар бізде аудио материалдар, видео материалдар, грамоталар, мысалы дипломдар, олардың файлдарын өңдеуге, жасалынатын файлдарын жүктемеуге рұқсат етіледі. Ол сіздердің таңдауларыңыз. Жүктеуге болады, жүктемеуге де болады. Тағы да сіздермен ойын ойнасақ, материалдың түрі талап етсе, өңделетін файлдың болуы. Айзере Бақытжанқызы, точно 3 деп айтқым келеді. Дұрыс айтасыз, 3 қол болды, соны себепті өтпейді. Алдарыңызда материал бірден сәтті өтеді, егер де сіз берілген тізім бойынша екі файлды дұрыс жүктесеңіз және оның құрамы бір-біріне сәйкес келсе. Екінші өтпейді. Не себепті? Өйткені оның форматы дұрыс емес және өңделмейтін ақпарат. Яғни, мына жерде айтсақ, сөз жұмбақтың суретін қоя салған. Егер де сіз сөз жұмбақтың суретін қоя салсаңыз, біз оны өңдей алмаймыз, жөндей алмаймыз. Сол себепті ол модерациядан өтпейді, қайта өңдеуге жіберіледі.
өз еңбегіңіз қалай табыс көзіне айналады? Әдістемелік материалдарды монетизациялау. Ахмет қызы Айсана, құжаттың форматы қате. Рахмет сізге, Айсана, дұрыс айттыңыз. Құжаттың форматы қате болғандықтан ол модерациядан өтпейді. Сіздің өз еңбегіңіз қалай табыс көзіне айналады? Яғни сіздер сайтқа кірген кезде бізде ең табысты авторлар және ең көп жүктелетін әзірлемелер тізімін көрулеріңізге болады. Яғни бұл тізім бізде тұрақты емес, бұл уақыт сайын, күн сайын, тіпті дағы минут сайын өзгеріп тұрады деп айтуға болады. Не себепті? Өйткені авторлар өзінің материалдарын жүктеген сайын оның табыс көзі артады, яғни оның рейтингтегі орны жоғарылайды дегенді білдіреді. Сіздердің назар аударуларыңызды сұраймын. Сіздер материалды жүктеген кезде материалдың мезгілдігіне қараңыз. Мысалы, бізде жақында жаңа оқу жылы басталады, яғни оқу жылына арналған материалдар жүктеңіздер. Кабинетті безендіру жұмыстары, сынып сағаттарын өткізу материалдары деген тақырыптарда материалдар жүктесеңіздер, ол сіздерге табыс табуға өте бір жақсы әсерін береді. Яғни сіздер материал жариялаған кезде оның өзектілігіне, маусымдылығына назар аударуларыңызды сұраймыз. Біз бүгін вебинарда не үйрендік? Біз бүгін модерацияның кезеңдерін білдік. Яғни материалды жүктейміз, ол тексерістен өтеді. Тексерген кезде ол қателік табылса, жөндеуге жіберіледі. Яғни қателіктің нұсқа 6-шы тармақ бойынша, 5-ші тармақ бойынша қайтадан сізге жіберіледі. Дұрыс болса, сіздің материалыңыз біздің сайтымызда жарияланады. Екінші, маркетплейстің, инфолессн маркетплейсінің 7 тармағы бойынша сәйкес келу керек. Яғни бірінші жүктемес бұрын біздің сайтқа кіріңіздерде барлық 7 тармақ бойынша материалдарыңыз қарап шығыңыздар. Модераторлар материал тексерген кезде неге назар аударады? Сіздің әдістемелік, материалдың әдістемелік дұрыстығына, техникалық сапасына мән береді. Сонымен қатар сапалы және сұранысқа ие материалдарды жариялау арқылы ұстаздар өз еңбектерін сатып, тұрақты табыс таба алады. Егер де сіздерде қандай да бір сұрақтар болса, мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. Чатта сұрақтарыңызды жазуларыңызға болады. Яғни сіздер инфолессн білімдер базасына кіріп, білімдер базасында пайдалы сілтемелер бар, бізде курстар бар, маркетплейстің материалдарына қойылатын сапа критерийлері бар. Айзере Бақытжанқызы, көп рахмет дейді. Сізге рахмет бізбен болғаныңыз үшін. Сізде миллионерлердің қатарынан көреміз деген ойдамыз. Ахмет қызы Айсана, көп рахмет, бәрі түсінікті болды. Түсінбеген сұрақтарыңыз болса, білімдер базасына кіріңіздер. Біз Телеграмда бармыз, WhatsAppта бармыз. Бізге хабарласып, кез келген сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Тағы сұрақтарыңыз болмаса, бүгінгі вебинарға қатысқан барлық қатысушыларға үлкен рахметімізді айтамыз. Кездескенше.